Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сырттың бургерінен де асып түсетін керемет үй жағдайында дайындалатын бургердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Осы бургерімізге арнап булочкидің рецептісін мен алдыңғы видеода бөліскен болатынмын. Жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Енді бургерге арнап біз котлет дайындайтын боламыз. Мендегі тартылған сиыр етіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, сиыр етіне арналған дәмдеуіш қосып, жақсылап ұрғылау әдісімен араластырып аламыз. Котлеттің барлығын осындай пергаментный бумагының бетіне жасайтын боламыз. Форма беру үшін мен банканың қақпағын пайдаландым. Кез келген домалақ форма пайдалансаңыз болады, немесе сіздерде болмаса қолмен жасауға да болады. Барлық котлетті жасап алғаннан кейін мұздатқышқа 20-25 минутқа салып аламыз. Алдымен осындай целлофан мешокпен барлық котлеттің бетін жабатын боламыз. Уақыт өткеннен кейін табаға күнбағыс майын құйып, котлеттің екі жағын осылайша қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Булочкидің ортасын құрақ табада ішкі жағын қызартып аламыз. Бургерге арнап соус дайындайтын боламыз. Кетчуп пен майонезді 2 ас қасықтан қосып, жақсылап екеуін араластырамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын болды. Көкөністерден біз қызанақ пен қиярды қосатын боламыз. Пиязды да домалақтап турайтын боламыз. Енді бургерімізді жинақтайтын боламыз. Дайындап алған соусымызды бургердің булочкиіне молынан жағамыз. Салат жапырағын салып, үстіне котлетімізді саламыз. Енді одан кейін біз бургерге арналған ірімшікті, яғни сырды пайдаланатын боламыз. Сырды салғаннан кейін үстіне қызанақты, қиярды салып, пиязды қойып, бургердің, яғни булочкасымен бетін жабатын боламыз. Бургеріміз өзінің формасын ұстау үшін осындай шпажка арқылы, яғни осындай таяқша арқылы бекітетін боламыз. Сонымен біздің бургеріміз дайын болды. Енді қайталап көрсеңіздер де болады. Барлығы оңай, тез, жылдам дайын болады. Тек қана сіздерден дайындайтыныңыз бургердің булочкасы мен бұл жерде котлет. Қалғанның барлығын турап, тез-тез үй жағдайында таза өнімдерден өз қолыңызбен жасап көріңіз. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса лүпіл баса кетіңіздер. Қолдау мақсатында маған жылы пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздерге ас болсын, достар.